Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді осындай тауық қанаттарын пісіретін боламыз. Кешкі асқа қандай тағам түрін дайындайтыныңызды білмесеңіз, дәл осы тағам түрін кешкі асқа немесе түскі асқа дайындауды ұсынамын. Жасалуы оңай әрі өте дәмді болып шығады. Алда шығатын жаңа рецепттерді, түрлі тағам түрлерін жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып кетіңіздер. Ең бірінші тауық қанаттарын аламыз. Осылай жақсылап жуып тазалап алып, дәл ортасынан екі бөлікке бөлеміз. Ұштарын тастаймыз, бізге ұштары қажет емес. Дәл осылай барлық қанаттарымызды дайындап аламыз. Мен барлығы 900 грамм тауық қанатын пайдаландым. Егер де тауық қанаттары болмаған жағдайда, тауық сирақтарын да қоссаңыздар болады. Тауықтың сан етінде осылай майдалап бөліп, оны да пайдалансаңыздар болады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді майымызды қыздырамыз. Шамамен 100 мг мөлшерінде майымызды құйдық. Тауық қанаттарын майымызға салып, 5 минут көлемінде екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Араластырып отырып, екі беті әбден қызарғанша қуырып аламыз. Қанаттарымыз қуырылып осындай қызыл реңге түскен кезінде бір пиязды алып, видеодағыдай ірілеу етіп тураймыз және де тауық қанаттарына қосамыз. Пиязымызды жақсылап араластырып, 1-2 минут көлемінде тағы да қуырамыз. Пиязымызды қуыруға қалдырдық. Енді 2 немесе 3 түйір осындай сарымсақты алып, өте майдалап тураймыз. Сарымсақ бізде ерекше дәм береді, бірақ 2-3 түйірден артық қоспаймыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады, осылай майдалап турап алсаңыздар да болады. Сарымсағымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай паприка, қарабұрыш, тұз және де 2-3 ас қасық соя тұздығын қосамын. Соя тұздығын ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бірақ дәл осы соя тұздығы тауық қанаттарына, соусына жақсы ерекше дәм беріп тұрады. Бірақ та 2-3 ас қасықтан артық қоспауды ұсынамын. Барлық дәмдеуіштерімізді қосып алдық. Енді жақсылап араластырып, осы тауық қанаттарымен беттестіріп қана суымызды құйып, бір қайнатып алғаннан кейін астын баяулатып 25-30 минут көлемінде бұқтырып қоямыз. Осындай шұңғылдау ыдысымызға түбіне сұйық май қосамыз. Және жақсылап жуып алып, күрішімізді аз-маз 1 минут қуырамыз. 1 минут қуырып алғаннан кейін 1-2 см биіктікте етіп суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Және де бір қайнатып алып, оның да астын басып бұқтырып қоямыз. Видеодағыдай сом-сом болып жақсы болып шығады. Сұйық майдың дәмі ешқандай білінбейді. Күрішке міндетті түрде ыстық су құясыздар. Егер де салқын су құятын болсаңыздар, күріштеріңіз бұлжап кетуі мүмкін. Енді екінші гарнирге мен фри дайындадым. 1 келі картоптарымызды ашып, жақсылап құрғатып аламыз. Барлығын бірдей көлемде турап аламыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылмаймыз. Қатты қалың болса, сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Қатты жұқа болатын болса, қытырлап бұлжырап кетуі мүмкін. Барлық картоптарымызды біркелкі етіп турап алғаннан кейін, салфетканың көмегімен ішін тураған кезде осындай ылғал болады, соны құрғатып аламыз. Картоптарыңыз барынша құрғақ болған дұрыс. Картоптарымыздың барлығын осылай құрғатып аламыз. Және де міндетті түрде қатты отта майымызды қыздырамыз. Бізде майымыз картоптарымыз батып тұратындай болу керек. Осылай қасықтың немесе арнайы араластырғыштың көмегімен араластырып тұрамыз. Үздіксіз жабысып қалуы мүмкін. Осылай үздіксіз араластырып 2-3 минут қатты отта қуырамыз. Осылай фрилеріміз жабыспай өзінің формасын ұстайды. Енді отымызды баяулатып
1 минуттай ішін пісіріп қуырып аламыз. Тарелканың бетіне салфеткамызды қойып, осылай дайындап аламыз, артық майды сорғытып алу үшін. Фрилерімізді осылай тарелкамыздың үстіне орналастырамыз, және де арасын алшақ етіп, жайып орналастырамыз. Үстіне ыстықтай тұзымызды себеміз. Қалған фриді де дәл осындай дайындап аламыз. Дүкендікіне қарағанда өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді қалауыңызға қарай жекелеп ұсынсаңыздар да болады. Мен ортаға үлкен табақпен ұсындым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күріштің бетіне осылай кетчуппен әсемдедім. Өте дәмді болып шығады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда шығатын жаңа рецепттерді жіберу алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Ас болсын!